Ыбырай Алтынсарин ағартушы, педагог, ақын жазушы. Ол өз өмірін халықтың жас ұрпағын оқытып тәрбиелеуге, қазақ жерінде мектептер ашып, оқушыларды біліммен қаруландыруға арналған. Ыбырай бұл жолда сан алуан кедергілер мен қиындықтарды жеңе отырып, үлкен жеңістіктерге қол жеткізді. Сөйтіп, туған халқының мақтан тұтатын ардақтысына айналды. Ыбырайдың 3-4 жасында әкесі Алтынсары қайтыс болып, атасы Балғожаның қолында өсіп тәрбиеленеді. Атасы Балғожа би өз аймағының атақты кісілерінің бірі болған. Ел ішінде көп билікті қолына ұстаған би, Орынбор әкімшілігінің алдында да беделді, белгілі кісі болған. Замана бет алсын, өзінше болжаған Балғожа табысқа жетудің ендігі жолы оқу деп біледі. Сөйтіп, немересі кішкентай Ыбырайды Орынборда ашылады деп күтілген орыс қазақ мектебіне күні бұрын жаздырып қояды. Балғожа немересінің әкімшілік орындарда жұмыс деп шенеунік, орысша оқыған төре болып шығуын армандайды. Атасы бұл ойын Орынборда оқып жүрген жасөспірім Ыбырайға жолдаған өлең хатында былайша білдірген. Үміт еткен көзімнің нұры балам, жаныңа жәрдем берсін хақ тағалам. Атаң мұнда анаңмен есен аман, сүйіп сәлем жазады бүгін саған. Атаңды сағындым деп асығарсың, надан боп білмей қалсаң, ах ұрарсың. Шырағым, мұнда жүрсең не тередің, қолыңа құрық алып кетер едің. Тентіреп екі ауылдың арасында жүгенмен не мұратқа жетер едің.